Ассаламу алейкум. Бүгін оразаның 3-ші күніне арналған ас мәзірімізде осындай горох сорпасы және өзіміздің барлығымызға белгілі ененің тілі деп аталатын баклажан салатын дайындайтын боламыз. Қарапайым сиыр еті барлығын көбіктеп турап аламыз және бұның қасында тұрған менде бір сүйек, соның сорпаға қосып жіберетін болам. Одан кейін бізге керек заттар көкөністерден пияз, сәбіз, картоп, оның да барлығын кубик тәріздес етіп, кішкентай ұсақтап турап аламыз. Енді қазанымызға аздап май құйып, қыздырып алғаннан кейін етті салып, жақсылап қызартып қуырып алыңыз. Кішкене қызарыңқырады. Енді оның үстіне пиязды қосамыз. Пиязды да бір 2 минут шамасында қуырып алыңыз. Жаңағыдай күйіп кетпесін, әйтпесе сорпада күйіктің дәмі шығып қалады. Міне аздап қызарды. Енді қалған сәбіз бен картопты салыңыз. Осы кезде дәмдеуіштер қосыңыз. Жаңағы қызанақ қоссаңыз болады, немесе томат пастасын қосыңыз, кішкене қызарту үшін. Одан кейін жақсылап араластырып жіберіңіз. Тағы да 1-2 минут қуыруға бетін толықтай жауып қойып қойыңыз. Менде жоғарғы отта 2 минуттай қуырылды, кішкене түбіне жабысып жатыр. Енді үстіне толтырып су құямыз. Қайнатуға қойып қойыңыз. Бұл қайнап шығам дегенше біз горохты тазалап 5-6 рет жуыңыз. Мен өзім әдеттегідей мөлдір су шыққанша жақсылап тазалап жуып аламын. Горохтарды салыңыз және толықтай қақпағын жауып қойыңыз. Қайнап шыққанша күтеміз. Қайнап шыққан соң ең төменгі отқа қойып, кішкене қақпағын ашық қалдырып, 1,5 сағатқа қалдырыңыз. Оған дейін біз салатымызды дайындайық. Бізге баклажан мен помидор қажет, яғни қызанақ. Баклажанды осылай видеодағыдай етіп, дөңгелек пішіндес етіп турап шығыңыз. Тереңге ыдысқа салып, үстіне тұз қосыңыз да толтырып су құйыңыз. Баклажандар суға батпайды, сондықтан үстіне тарелкамен басып, кішкене ауырлау затты қойып қойыңыз. 5-10 минутқа қалдырамыз, яғни кішкене қара суы шығып, ащы дәмі шығатын болады. Оған дейін біз кляр дайындап қояйық. Бізге 2 жұмыртқа және тұз қажет. Екеуін жақсылап араластырып дайындап қойыңыз. Мен шамамен 7 минуттай ұстадым. Қарасаңыздар, қара суы шығып қалған. Төгіп тастаңыз да жаңа дайындап алған жұмыртқаға малып, майға біртіндеп салып қуырып аламыз. Оттың асты жоғары болмау қажет және орташада болмау қажет. Орташадан кішкене жоғары болсын. Егер де тым қатты жоғары болса, бірденен күйіп кетеді, сіздің баклажандарыңыз шала пісіп қалады. Мен бұл майға күндізгі бауырсақ пісіріп алған едім. Соның қалған артық майына осы баклажандарды пісіріп жатырмын. Екі бетін кішкене сарғыштау етіп қуырып аламыз. Қатты қызартуының қажет емес, өйткені жаңағыдай майды тым өзіне қатты сіңіріп алуы да мүмкін. Сондықтан кішкене сарғайтып қуырыңыз. Сондықтан баклажандарды тым қатты ірі етіп кесудің де қажет емес. Барлығын пісіріп алғаннан кейін тура соның көлемінде етіп қызанақтарды да турап алыңыз. Арасына жағуға тек майонезді пайдаландым. Жаңа чеснок қоссаңыздар, яғни сарымсақ қоссаңыздар, ол асқазанға қыжыл келтіреді, изжога береді. Ол кезде адам көп су ішеді. Сондықтан да асқазан ауырмау үшін, изжога болмау үшін мен осындай тек майонездің өзін ғана пайдаландым. Соның өзінде де дәмді болып шығады. Сарымсақты қолдануға осы оразада кеңес бермеймін. Біздің горох сорпамызда дайын болып қалды. Горох жарылып, толықтай пісті. Кішкене сорпасы да жақсы тартылған. Енді мен мына жерде сүйегін алып тастаймын да, осы блендердің көмегімен, яғни езгішті пайдаланамын. Себебі менде бір балам картоп жемесе, бірі сәбіз жемейді, бірі тіпті жаңа етті теріп алады. Енді барлығын жеу үшін, енді витамин ғой бұлардың барлығы. Сондықтан осы езбе түрінде ұсынатын болам, әрі барлығы тауысып жеп қояды. Ешкім ештеңені теріп алмайды. Егер де сіздерде блендер болса, міндетті түрде горохты осылай пюре тәріздес етіп езіп беріңіздер.
Бүгінгі күнге арналған ас мәзірі осындай болатын. Сіздерге видео ұнаса міндетті түрде лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.